Түсіңізде аяқ киіміңіз былғары, яғни кожаный болса, сіздің айналаңыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынас жасайтындығыңызға ишара және Алла тағаланың қорғауында екендігіңіздің белгісі. Түсіңізде аяқ киіміңіз жасанды, былғары, яғни кожаный болса, сіздің айналаңыздағы адамдармен өтірік қарым-қатынас жасап жүргендігіңізге және уақытыңызды босқа өткізіп жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде кроссовкида болсаңыз, ауыр жұмыс жасайтындығыңызды білдіреді. Ер адам түсінде өзін өкшесі бар туфлиде көрсе, көп күш жұмсамай, мол ақша табатындығына ишара. Түсіңізде әйел кісінің аяқ киімін көрсеңіз, жұмыс жасайтындығының белгісі. Ер адам түсінде әйел кісінің аяқ киімімен жүрсе, өз мамандығымен жұмыс жасайтындығына ишара. Түсіңізде қымбат аяқ киімді көрсеңіз, беделді екендігіңізге ишара. Түсіңізде шыныдан жасалған аяқ киімді көрсеңіз, осы өміріңіздегі рахаттың белгісі. Түсіңізде мыстан жасалған аяқ киімді көрсеңіз, досқа адал екендігіңізге ишара. Түсіңізде күмістен жасалған аяқ киімді көрсеңіз, ғалымның дүниеге келетінінің белгісі. Түсіңізде алмаздан жасалған аяқ киімді көрсеңіз, бай баланың дүниеге келетінінің белгісі. Түсіңізде алтыннан жасалған аяқ киімді көрсеңіз, үлкен аманат арқалап жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қара аяқ киімді көрсеңіз, сіздің біреуді басқаруға деген қабілетіңіздің бар екендігін білдіреді. Түсіңізде қызыл аяқ киімді көрсеңіз, күш-қуатыңыздың көп екендігіне ишара. Түсіңізде сары аяқ киімді көрсеңіз, әлсіздіктен кейін күшіңіз пайда болғандығын білдіреді. Түсіңізде жасыл аяқ киімді көрсеңіз, жақсылықтың көбейетіндігін білдіреді. Түсіңізде ақ аяқ киімді көрсеңіз, адамдардың сізді жақсы көретіндігінің белгісі, сізден жақсылық қалайтындықтарына ишара. Түсіңізде жылтыр аяқ киімді көрсеңіз, сіздің өміріңізде жаманшылықтың көбейгендігіне ишара.